Батыр. Ал Абдырәлі, бауырым, дастархан жайып шақырып атқаныңа рахмет. Отбасыңа тек жақсылық, бақыт тілеймін. Өбірлі шүгірлі болыңдар. Құдай қаласа бала шағаларың көп болсын. Радуымның алдында сенің бала шағаң шығаратын күнге жетейік. Құдай қаласа осы ағайындармен бірге сол күнге етелек жет. Куәгер болайық бәріміз бірге. Достығымыз жалғаса берсін осылай. Сыйластығымыз арта берсін. Не айтам басқа? Бәрі бақыт тілеп отыр ғой. Бақыт деген негізі таза етіп отқан ағайындардан бақыт деген не деп сұрасаң, біраз негізі жауап бере алмайды да, бақыт деген мынау деп. Өйткені ол әркімге әртүрлі бақыт. Біреуге бала сүю бақыт, біреуге денсаулық бақыт деген сияқты да. Мынау Болатбек Оразбаев деген ақын ағамыз бар, айтыскер ақын, сол кісінің айтқаны бар ғой. Жұмыр жерде жүрген жанның мекен деп, бәрі ұмтылар шын бақытқа жетем деп, бірақ ешкім тауып айтқан жоқ әлі нағыз бақыт міне мынау екен деп. Қол жеткізбей жалт бұрылар көрінсе, бақыт сағым секілденген көбінше, өзіне сай әр адамның бақыты өзгешелеу боп келеді меніңше. Шөлдегенге бақыт сусын бір жұтым, тұл кедейге бақыт кейін бір бүтін, таласқанға бітім табу шын бақыт, ғашықтарға сезім толы сырлы түн. Әкім үшін шығу бақыт белеске, батыр үшін өлу бақыт егесте, жұрт аузында жүрсе жыры жатталып, ақын үшін нағыз бақыт емес пе? Асыққанға қойса уақыт тоқтатып, қуаныштан кетер бөркін көк қатып, маңдайынан жан сипамас жетімге мейірімнен асқан сірә жоқ бақыт. Темір торда өткен жанға ғұмыры, бостандықтан асқан не бар тым ірі. Бақыт деген біреу үшін тыныштық, біреу үшін ұл-қызының шуылы. Елес беріп, елітетін қолы бұлғап, бақыт деген шешімі жоқ ол жұмбақ. Бауырларға бірге жүру бастарман, ауырғанға саулық бақыт ең қымбат. Бақыт деген бақыт іздеп шарқ ұрмаса толғатып, адам болмас еді онда түк. Байлық демес, басқа демес өмірде, сен біреуге керек болсаң сол бақыт деген. Бақыт тілеймін бауырым.